Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін міне өзімнің бағдарламам туралы сіздерге айтып өткелі отырмын. Білім сапасын арттыру мен сапалы білім жүйесін құру аясында еліміздің ұлттық бірыңғай тестілеу платформасы 2004 жылдан бері енгізіліп келеді. Міне сол уақыттан бері осы жүйе жылда орта мектептерде жүргізіледі. Әрбір мектеп ұжымы үшін оқушыларды ұбт-ға дайындау үлкен біліктілікті, тиянақты және қажырлы іс-әрекетті қажет ететін жүйелі жоспарлы жұмыс. Өзектілігі: қазіргі таңда ұбт оқушыларымыздың болашағына тікелей әсер ететін маңызды емтихан. Бұл сынаққа дайындық кезінде оқушыларды қорқыныш, сенімсіздік, күйзеліс сияқты эмоциялар жиі кездеседі. Мұндай қысым нәтижесінде кейбір оқушылар өз білімін толық көрсете алмай қалады. Сондықтан оқушылар тек академиялық тұрғыдан ғана емес, психологиялық тұрғыдан да дайындау артып отыр. Осы бағытта дайындалған авторлық бағдарлама ұбт-ға дайындық сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады және оқушылардың жоғарғы нәтижелерге қол жеткізуіне ықпал етеді екен. Бағдарламаның мақсаты мен міндеті: мақсаты оқушылардың психологиялық тұрақтылығын қалыптастыру және өзін-өзі басқару қабілетін ұбт кезінде уайым, қорқыныш, алаңдаушылық, стрессті жеңуге көмектесу арқылы білімді игеруге деген академиялық жетістігін арттыру болып табылады. Ал міндеттеріне келсек, оқушылардың ішкі мотивациясы көтеріледі, өзін-өзі сенімділігі қалыптасады, ұбт-ға дайындық барысында туындайтын психоэмоционалдық күйзелістердің алдын алады, стресс пен қобалжуды басқару әдістерінде үйренеді. Мынау алтын уақытты тиімді басқару дағдыларын да дамытады. Жағымды ойлау мен өзін-өзі реттей отырып, сенімді болуға психологиялық тренингтер өткізіледі. Қыркүйек айынан бастап үнемі бізде байқау сынақтар өтеді. Осы сынақтар кезінде салыстырмалы диагностика жасай отырып, пән мұғалімдер мен сынып жетекшілер алмасу семинарларын өткізеді. Және 90 сайын жас түлектерге ата-ананың қолдауы атты ата-аналар жиналысын ұйымдастырып отырамыз. Енді күтілетін нәтиже: стрессті басқару дағдылары қалыптасады балада, оқушылар емтихан алдында үрей мен қобалжуды жеңуді үйренеді, өз-өзіне сенімділіктер артады екен, мотивация деңгейі көтеріледі және мынау уақытты тиімді пайдалану дағдысы қалыптасады, өзін-өзі реттеу қабілеті дамиды, эмоциясын бақылай алады және зейінін шоғырландырады, жағымсыз ойлармен күресе біледі. Өзіндік бағалау мен рефлексиясы да қалыптасады және оқушылардың ойлау, ойындағысын дұрыс жеткізе білу, есту арқылы есте сақтау, көру арқылы есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді екен. Бағдарламаның мазмұны диагностика, тренинг, кеңестер және қолдау жұмыстары жүргізіледі. Яғни әр кезең оқушының психологиялық жағдайын жақсартуға және ұбт-да дайындығын арттыруға бағытталған болып табылады. Бағдарламаның құрылымы бізде тақырыптық жоспар 34 сағатқа құрылған, әдістемелік нұсқалық бөлімінде сабақ жоспарлары енгізілген. Бағдарлама бөлімі бізде 4 бағыт бойынша жүзеге асырылады. Негізгі психологиялық, психодиагностика, кеңес беру, ағарту, алдын алу, түзету, дамыту жұмыстары жүргізіледі. Диагностика кезеңінде сауалнама, тест, сұхбат алынады. Яғни сауалнама оқушылардың стресс кезіндегі деңгейін және психологиялық жағдайын анықтауға көмектессе, тест жұмыстары оқушылардың өзіне деген сенімділігі мен мотивациясын бағалауға мүмкіндік береді екен. Ал сұхбат кезінде біз оқушының жеке ерекшеліктеріне қарап және олардың қажеттіліктерін анықтауға бағытталады екен. Тренингтер кезеңінің өзі 4 бөлімге бөлінеді, яғни стресспен күресу, уақытты басқару, позитивті ойлау, өзіне сенімділік. Тренингтер оқушылардың психологиялық жағдайын жақсартуға және ұбт-ға дайындығын арттыруға бағытталған. Тренингтер барысында оқушылар әртүрлі жаттығулар жасайды және бір-бірімен тәжірибелер алмасып отырады. Жұмыс барысынан үзінді бұл жерде міне өтілген тренингтер. Кеңес кезінде жеке кеңес және топтық кеңес, ата-аналармен кеңес жүргізіледі. Бұл жерде айтып кетерім, ата-анамен кеңес жүргізген кезде ол балаларына қолдау көрсетуге және ұбт кезінде дайындыққа қалай көмектесу жөнінде кеңестер беріледі. Мәселен, баланың жатын орны мен сабақ оқитын орнының өзінің өте жайлы болуына, күлгін және сары түстерді көмкеріп қоюға кеңес беріледі. Қолдау кезеңі сонымен қатар бұл ақпараттық қолдау, эмоционалдық қолдау, практикалық қолдау бар бізде және материалдық қолдау. Енді ақпараттық қолдауда ұбт туралы ақпарат берілсе
эмоционалдық қолдауда баланың көңіл күйіне бағытталған және стресс деңгейін төмендетуіне көмектесіп отырамыз. Ал практикалық қолдау кезінде ұбт-ға дайындыққа көмектесуге бағытталса, материалдық қолдау кезінде оқушыға қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етуге бағытталған. Ата-аналармен ынтымақтастық, бұл жерде ата-аналар жиналысы жаңа айтып өткендей 90 сайын болады және жеке кеңестер, сонымен қатар ақпараттық бюллетендер де таратылып отырады. Қорытындыда оқушыларды ұбт-ға психологиялық тұрғыдан дайындау қазіргі білім беру жүйесіндегі ең маңызды мәселенің бірі болып отыр. ұбт оқушылар үшін үлкен өмірлік кезеңнің бастамасы, сондықтан да бұл сынаққа тек білімділік қана емес, психологиялық дайындықта өте қажет екен. Осылайша ұбт-ға психологиялық тұрғыдан дайындалған оқушы білімін толық көрсетуге дайын, сабырлы, жауапты тұлға ретінде қалыптасады. Бүгінгі дайындық бұл тек қана ұбт-ға дайындық қана емес, бұл тұлға ретінде өсу, үлкен биіктерді бағындыруға мүмкіндік алады екен. Түлектерге берілген мотивациялық кеңестер осыны өте баса айтады. Стив Джобстың Stay hungry, stay foolish деген даналық сөздері арқылы біз білімге деген аштық пен жаңа көкжиектерге ұмтылу қажеттілігі туралы еске саламыз. Жас түлек. Назарларыңызға рахмет.